Вокзалдан бастап адасып жатырық қой, қаяққа баратын, қалаға қалай шығатын білмей. Бөлмесінің бәрі осы мына. Кіресің, ұйықтайсың чисто. Ой, шеше. Тамағымды алып келді. Дизель 89, бензин. Жақтың мұсылмандары сунниттер екен. Мазарлары қай жерде екенін көрсетіп жіберді картадан. Қазір Добигат дейтін жерге баратырмын. Бүткіл целый район кір жуады. Ескерте кетейін, бұл мұсылмандардың районы. Нам пісіріп жатыр, сатырлап. Мынандай блатной ешкі көрдіңіздер ме? Мында кіру үшін бірінші рұқсат алу керек екен. Яғын ақша сұрайды ғой енді. How much? Paying 2000, 3000. 3000-дан 250-ге түсірдім. Ішінде 3000 адам жұмыс жасап жатыр дейтін жерде. Бұлар ең төменгі каста болып саналады. Бір простыняны жуу 15 рупия. 500 шалбарды бір жуады. Больницаның киімдерін жуатын жер дейтін. Жіптің ортасына қыстыра салады дейді. Мынау кірді қолмен жуатын жағы уже. Пышақ тақап қойып, тонап алса да дым істей алмайсың да. Алдыңғы видеолардың бәрін көріп болдыңыздар ма? Онда кеттік. Мумбайды көреміз. Лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар бірінші. Вокзалдан бастап адасып жатырық қой, қаяққа баратын, қалаға қалай шығатын білмей. Окей. Қалаға шығатын жағына кетіп жатырық қойшы. Нормал. Мына жақтың таксилері басқа екен. Мумбайда мінген бірінші такси мынау. Вентиляторлар. Таксилердің өзінің түстері бар екен, қара мен сары. Алдым. Көп кішкентай. Бірақ таза. Оған деген 3 қонақ үйді қарап шықтым. Иістері нашар, өте сасып отыр. Бөлмесінің бәрі осы мына. Кіресің, ұйықтайсың чисто. Жоғарыда вентилятор, кондер қосылып тұр. Туалет, душ бар. Басқа не керек ұйықтау үшін? 2000 рупия. Негізі 2500 деді, бірақ 2000-ға түсіріп алдым. Бұның іші таза, жақсы, стоит. Бұның алдында барғандарым тоже 2000 рупия сұрады, бірақ иістейтін сасып жатыр, іші өте лас. Сондықтан осында тоқтадым келіп. Мынау менің алған қонақ үйім. Кіретін есігі мына жерде орналасқан. Аты мынандай. Мынандай суреттер бар сыртында. Мұсылмандардың районы. Қазір тамақ ішіп алу керек. Кешеден бері тамақ ішкен жоқпын. Есіктің алды базар екен. Тамақ ішетін жер тауып алу керек. Есіктің алдының бәрі базар. Келіп атсаңыздар, жатқан қонақ үйлеріңде тұрып, өздеріңе местоположение жүріп қойыңдар. Адасып қалмас үшін, қайтып тауып алу үшін. No, eating. I need eating. Yes. Ой, шеше. Мына жерде бірдеңе бар сияқты. Қонақ үйімнің қасындағы кафеге келдім, тамақ ішуге. Менюлар мынандай. Мұсылмандардың районы болғасын. Қорықпайсың, тамақтар таза сияқты. Сэндвич алып отырмын өзіме мынандай. 100 рупия сэндвич. Так, тамағымды алып келді. Сэндвич, бір коламен. Кешеден бері ішейін өткен тамағым осы. Көрейік қалай екен. Түріне қарасақ жаман емес сияқты. Ішінде свекла бар, жуа бар. Басқасын білмеймін не екен. Сыр бар екен. Күшті. Ортасында жатқан мына жасыл аппашы. Типа васаби сияқты. Ас болсын. Мен тұрып жатқан район. Мына жерде
тегін воздух. Мына заправкалары. Қанша екен? Дизель 89, почти 90 рупий, бензин 103, 100 рупий. Қымбат екен. 600 теңге почти. Дизель арзан екен, наоборот. Бізде дизель қымбат, бұларда дизель арзандау азап. Бұл жақтың мұсылмандары сунниттер екен. Нелері, мазарлары қай жерде екенін көрсетіп жіберді картадан. Бүгін үлгерсем барам, үлгермесем ертең барам. Мен тұрған жерден алыстау екен кішкене. Қазір Добигат дейтін жерге баратырым, кір жуатын районға. Бүткіл целый район кір жуат. Мынандай виси тұрған. Көшенің бойында. Көшелердің бәрі базарма, походу бірдеңе деймін. Құрма сатып тұр. Құрманың түр-түрі бар. Ескерте кетейін, бұл мұсылмандардың районы. Түрлі адамдарды көруге болады. Ет сатып жатыр. Ашық. Менің қонақ үйімнен қанша? 2,5 километрде орналасқан қонағы Добигат дейтін жер. Күнде нан пісіріп жатыр, сатып жатыр. Чапати? Тандури. Көшенің бойында тас. Good job. Бұл жақта ет сатып жатыр. Мынандай блатной ешкі көрдіңіздер ме? Мотоциклге мініп алған. Көшенің қақ ортасында. Қонақ үйден шыққаныма 1 километр болды. Базар әлі біткен жоқ. Жолдың бойы полный базар әлі. Қай жаққа бұрылсаң да базар үшін. Мынандай көшенің бойында тұрып жатқандар бар. Көшелермен жылдам жүру мүмкін емес. Адам өте көп. Мен өзімше тез жүріп жетіп алғым келіп жатыр, онымен жүргізбейді. Тамақ дайындап жатыр. Көшенің тамақтары қалай дайындалады, қараңыздар. Міне дайын тұрғаны. Жуындырып жатыр. Көшенің қақ ортасында. Әйел адамдар осылай киінеді. Мұсылмандар районындағы әйел адамдардың киімі. Орамалмен қыздар барлығы. Өте шулы көше. Bir сағат жүргеннен кейін баста ұрып жібереді кәдімгідей. Мына жақтарында мына уже үйлер дұрысталып жатыр. Әдемі үйлер. Уже кішкене дұрыс дүкендер.
Бірақ қарама қарсы бәрібір ескі үйлер тұр. Әлі базар шеті жоқ. Түрлі позда ұйықтап отыр адамдар. Жоғарға балконға тал іліп тастаған. Отырып алып шалбар тігіп жатыр. Көшенің қақ ортасында. Ескі замокты сөгіп алып тастап жатыр. Тек замогын ауыстырып беріп жатыр. Мастерской жолдағы. Так, мен Добигатқа жақындап қалдым. Мынау Добигаттың қасындағы үйлер адамдардың тұрып жатқан. Мына жағында үлкен әдемі ғимараттар. Қасында мынандай кішкентай үйлер. Бер жағында сауда жасайды, ар жағы үй уже. Қараңыздар, айнала қандай. Кілең үлкен үйлер, небоскрептар. Мына кір жайылып тұр, көріп тұрсыздар ма? Дүние жүзіндегі ең үлкен стиралка деп айтуға болады. Осы жерде қолмен кір жуады. Мынаның бәрі жайылып тұрған кірлер мына. Қазір кіреміз. Мынау кіретін жері. Добигат. Ішінің барлығы мына кір жуатын жер. Шеті жоқ, ары қаратай кетіп жатыр. Қасында небоскрептар тұр. Мына жағы вокзал, пойыз жүріп жатыр. Мына жағы көше. Ал кеттік, кіріп көрейік. Опана. Картаға Добигат деп жазсаңыздар шығады. Келіп отсаңыздар. Кіретін жерін тауып алайық. Покраска жасап жатыр. Дайындап жатыр. Костоправтар. Good job. Қандай условияда жұмыс жасайды, а? Мына жер банкомат походу, ақша ауыстырады. Айналасында мына үлкен үйлер тұр. Добигаттың дәл қасында. Мына сыртында дайын кірлерді алып кетіп жатыр. This is ready, yeah? Ready. Дайын кірлерін алып кетіп жатыр, жуылған. Осындай машиналармен алып келеді. Мынау енді кір жуатын жердің іші. Көрейік іші қалай екен. Мәссаған, иістейтін кәдімгі. Действительно, үлкен стирканың иісі шығып тұр. Бұл жерде киіптіріп жатыр. Yes. What? Set up this camera. Yes. Please off the camera. Мында кіру үшін бірінші рұқсат алу керек екен. Қазір рұқсат алуға кетіп жатырмын. Яғын ақша сұрайды ғой енді. Мына кісінің беті қалай? Off? Yeah. Because you are Why? going inside, you have to see the CCTV camera inside. So you have to take this off.
Then I will explain you. When you go inside, then you start this. Okay? If you see, this one is also there on your cap. What? On Cap? your cap. Ah, this microphone. This is Microphone, mic. this one. Okay. Okay. If you want to see and do like this thing inside, you have to be with the local guy inside. Local guy. Yeah, he will be take you the good tour. You put for No, the help. how much? I'm telling you, we are not fixing the price. Okay. Maybe I give you 100, 100 rupee, maybe. 100 rupees not. I- You see from see up. No, See no, from I looking up. I don't have more money. I need video for YouTube. 100 rupees not enough. Oh, how much? You say me. You say me how much? At least you have to pay for half an hour. You have to pay somebody paying 2,000, 3,000. 1,000? I don't have this money. But this is the very small charges, sir. Үш мың рупия деді. Мында кіру 250-ге сындырдым. Мына жігіт көрсет ішін. Өзің кіруге болмайды екен, мынау хозяиндары, в общем, мына жердің. Обязательно гидпен кіру керек, местный адаммен кіру керек. 3000-дан 250-ге түсірдім. Өзім жайлап кіріп батыр еді, техничный қайырып алды ғой, шық былай деп. Мына жерде өтектеп жатыр. Походу осылардың тұратын үйлері. Осы жерде ұйықтайды, осында тұрады. Мына жерде кірлерін жуады. Ішінде 3000 адам жұмыс жасап жатыр дейді мына жерде. 3000 адам. Бұлар ең төменгі каста болып саналады, неприкасаемый. Бұлармен бірге отырып тамақ ішпейді. Қастарына отырмайды. Сондай каста. Мынау үйлері міне. Кухнясы, походу, осының ішінде жатады, кішкентай жерде. Бұл жерде, в общем, бүткіл қаланың кірін қабылдайды. Больница, полиция, гостиница, не бар? Бүткіл простыныларды, мына джинсилар. Простыня жуу, бір простынян жуу 15 рупия. Ассаламалейкум. One jeans? Yeah, 20 rupees. 20 rupee. Bir jinsi жуу. Yeah, one Yes. is a wash. Yeah. Yeah, come sir. Okay. Bir jinsiді жуу 20 рупия дейді. Күніне 14 сағат жұмыс жасайды адамдар. Кілең ер адамдар жұмыс жасап жатқан. Әйел адамдар жай отыр тек. Джинсидің бояулары ғой. See the big washing machine, big dryer. Yeah, one time 500 pieces in wash. 100? 500 pieces. 500? Yeah. Wow. Big washing machine. 500 шалбарды бір жуады. Бұл ванналар. Yes. Жоғардың бәріне жайып қойған күлдерін. Бір күнде мына жігіттер 1000 рупиядан 3000 рупияға дейін табады. Осында жұмыс жасайтын, жуатын жігіттер. Түскен заказға байланысты. Мына простыналар.
ақ прочныйлар. Мыналар 15 рупия. Джинсы 20 рупия. No infection. Мынау ненің больницаның киімдерін жуатын жер дейтін. Мынаның ішіне қайнатады. Hospital clothes. Yeah, yeah. Больницаның киімдерін мына жерге қайнатады, в общем, не болмау үшін. Инфекция болмас үшін. And after? Yeah, after the cleaning water. Мына жаққа сосын жууға салады. Cleaning water then spray. Көк түтін. This is the iron place area. Iron please? Yeah. Окей. Қолмен жуатын жағы. Бұл жерде екі адам сатылатып өтіп келіп жатыр. Өтектері жап-жалпақ. How many is every day? Yeah, every day 500, 600 pieces. One people? Yeah. 500, 600. Күніне 500-600 нәрсе өтектейді дейді осылай. This house? Yeah. There's a living. No, this is a family. Okay. Балдар крекет ойнап жатыр. This is no clips. Я. Кірді жайғанда Yeah, this is no clips. ешқандай қыстырғыштың қажеті жоқ, екі жіпке орай салады. Жіптің ортасына қыстыра салады дейді. Жақсы лайфхак, я? Мына джинсидің бәрі былай ілініп тұр. Тауы құда жүр. Осының ішінде өмір сүріп жатыр. Күнделікті таңертең тұрады, кір жуады, кешке жатады, демалады. Мына жігіттің жүрісі жаман болатын ой. Талтаң. Воу! Қайда алып келатыр мынау? Мәссаған, қаншама байк тұр мына жерде. Ух ты! Мына жерде тоже өтіп келатыр ма? Жоқ, жинап жатыр. Орамалдар. Әркімнің өз жұмысы бар. Біреу өтектейді, біреу жуады, біреу кептіреді. Орамалдар өтектелмеген, бірақ былай теп-тегіс қылып жинап жатыр. Мынау кірді қолмен жуатын жағы уже. Кішкентай орамалдар. Күлең, носовой платоктар кішкентай. Окей. Айдап отыр. Мынаның іші кәдімгі целый қала ғой. Дала көрінбейді, төбесінің бәрін жауып тастаған. Okay. Sir, sorry. You religion? Yeah. Hindi? You religion? Yeah, Hindi. Hindi. Yeah, I live here, I work here.
Yeah, these are my views. Living here. Бұл жерде өмір сүреді. Хиндиді ұстады. Күніне қаншама кір жуылады, ойлап қараңыздаршы. Мынау кілең мектеп па, бірдеңенікі бір түрлі кілең үштері бірдей. Мына жақта ұйықтап жатыр міне. Страшно ғой, а? Мына жерге келудің өзіне дух керек, кірудің өзіне. Жалғыз өзім кіріп келе жатырмын қазір. Бір бұрышқа тақап қойып, пышақ тақап қойып, тонап алса да дым істей алмайсың да. Опана. Окей? Ал бітті. The both side. Сертификатталған кәдімгі кір жуатын жер. Окей, thank you, sir. Аузынан перегардың иісі сияқты бірдеңенің иісі шығып тұр. Мына жігіттің. Бірақ ана памба сол сияқты, по-моему. Дұрыс сөйлей алмай жүр. Аузында бірдеңе бар, в общем. Дүние жүзі бойынша ең үлкен кір жуатын осындай аудандар тек Мумбай қаласында және Нью-Дели қаласында бар. Мумбайдағы осы ең үлкен Доби Гат деп аталады. Ішінде 3000-нің үстінде адам жұмыс жасайды. Өмірлері осы кір жуумен өтіп жатыр. Ұйықтайды, тұрады, кір жуады, ұйықтайды, тұрады, кір жуады. Бұл жерде ең төменгі каста тұрады. Бұл кастамен ешкім бірге отырып тамақ ішпейді, қолын тигізбейді. В общем, Индияда 4 каста болса, соның ең төменгісі осылар. Келесі видеода мұсылмандарды қалай жерлейтінін көрсетемін. Ол видеоны мен тығылып түсірдім. Сондықтан арнаға тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.